қазір адалдыққа байланысты құндылық жүріп жатыр. Осы айда біз адалдыққа арнауды шештік, және де біз мектеп оқушыларының адалдықтың не екенін және оны қалай түсінетінін көрсетеміз. Жалпы адалдық дегенімізді қалай түсінесің? Адалдық үшін бір-бірін сыйлау, өтірік айтпау, мен адалдықты сыныптастарыма, туған-туғандарыма, үйде отбасыма көрсетемін. Loyalty means being there for someone through highs and lows and being by their side regardless of the circumstances. Without loyalty, a friendship or a relationship between family members or relatives cannot exist, because when you're not loyal to your friend, then that friend cannot trust you anymore, and it's like impossible to have a friend when you're not trustworthy or reliable. So I think it's really important to be loyal and honest with your friends or your dearest people. So be loyal and take part in the loyal month. Адамдарды сыйлау, құрметтеу, әділ болу, сол ең бір асыл жақсы қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Адалдық сөздің аудармасы loyalty. Адалдық жүрген жерде адам жүреді деген. Мадам Сен Махамадин, бұл мақалының аудармасы адалдық аділсі. Ағылшынша loyalty. Ақылмен ақылдасып, ақылға тәрбиелікке тәрбиелеп, оларды жалдамайсыз қалдырамыз. Adam